Менің атым Дамир. Бүгін мен үшін маңызды күн. Бүгін мен бір күнге босап шығам. Өмірімдегі кейбір оқиғаларды еске түсіреміз. Кейін мен әкеммен кездесем. Кездесуге біртүрлі қобалжып тұрмын, бірақ қуаныш сезімі бар. Синтетика деген ол бір рет көрем, сосын қоям, немесе проблеманы ұмыта тұрайын, демалып алайын деген зат емес. Бұл өте ауыр, адамның ағзасын тез улайтын, миға, жүрекке, жүйке жүйесіне әсер ететін химиялық у. Сондықтан бұл мәселе бойынша заң өте қатаң. При снятии фильма Дамир из мест лишения свободы был доставлен к себе домой, где он ранее проживал. Хотелось бы отметить, что эта квартира уже была продана его родителями и принадлежала абсолютно другим людям. Бізде кухня осы жерде болды. Дамир рассказывал эмоционально, как он делал закладки в своей комнате, играя во взрослые игры уже, а не в игрушки, а родители находились в другой комнате. Басында ата-анам білмеді, өйткені мен жасырып жүрдім. Олар мен оқып жүр деп ойлаған. Ал мен өз бөлмемде отырдым, закладка дайындадым. Жұмыс басталмай тұрып, өзім алдымен қолдануым қажет болды. Сол кезде ойладым, осылай жұмыс жасасам тиімдірек болады деп. Сол күні мен таратуым қажет болған зат ол 10 грамм. Кейде көбірек болатын, бірақ куратордың нұсқауы бойынша 10 грамм керек болды. Сол кезде мен не үшін осылай жасағанын білмегем, ал қазір білем. Мен ұстап әкеткенде ешқандай жеңілдік көрсеткен жоқ. Мен үлкен қылмыскердей алды. Бұл бап өте ауыр болғандықтан сөз жоқ енді. Ата-анам бірінші қиналды. Сол кезде барлық дәлелдерді жасырып қойсам, ештеңе таппай мені босатады деп ойладым. Мен бұл істің қаншалықты ауыр екенін түсінбедім. Олар есікті ашқанда қорықтым. Сол күні олар бәрін тапты. Болашақ закладкаларды сатып, пайда көрген ақшамды да тапты, бәрін алып кетті. Мефедронды да күндіз жартысын, түнде жартысын мен таратып жүрдім. Соның бәрін тауып, бәрін алып кетті. Әкемді көрген кезде мен ұялдым, әкемнен қатты ұялдым. В основном наркодельцы в незаконный оборот вовлекают молодежь. При этом обещают им очень выгодные условия, гибкий график. Но многие не понимают, что за этими граммами стоят правовые последствия. За сбыт, допустим, 16 лет, вплоть до, если это производство, вплоть до пожизненного. Алғаш рет мен 15 жасында мефедронды сынап көрдім. Сосын одан кейін сата бастадым.
Менің досым Чингизбен ортақ танысымыз Серік болды. Ол бізден үлкенірек болды. Біз сирек кездесетінбіз. Ол бізге қай жерде қандай кеш болатынын айтып жүретін. Бізге оның өмірі қызық болатын. Дамир, не алып тұрсың? Жүргеттік тез. Сол кезде мен оның есірткі саудасымен айналысатынын білмедім. Сосын маған Чина Серік бізді бір кешке шақырды. Біз келісіп соған бардық. Серік бізді бір коттеджге алып келді. Ол жерде бөтен адамдар болды. Біреулер биледі, біреулер ұйықтады. Біз Чингиз екеуміз бәрінен алшақ болдық. Бірақ сол кезде Серік келіп, кайфанем деді. Біз келістік. Серік бәрін тез жасады. Жолақтарды жайды. Трубочка алып келді, иіскеді. Бәрі оңай болды. Сосын Чинаға да берді. Мен күмәндандым, ол да күмәнданды. Бірақ біз Серікке қарап, бізде көрейік деп шештік. Содан кейін тағы да қосты, тағы қосты. Әрине, Серік сол жаққа сату үшін келген еді. Бәрі оның коттеджде қолданып жүрген. Біз сол кезде білмедік қанша адам тәуелді екенін. Есірткіні қолданғаннан кейін өзімді нашар сезініп, тамақ жегім келмей, ұйқым қашып, өлгім келіп. Шын айтсам, өзімді бір конченый адам сияқты сезіндім. Сол уақытта ең қажет және көмектесетін зат ол бір ғана доза болды. Сосын мен Чинаға звондадым. Чинаға бәрін айтып, бізге Серікке бару керекпіз деп айттым. Ол қолдады, өйткені ол да қатты қиналды. Сосын біз екеуміз Серікке бардық. Ақшаң бар ма? Жоқ. Сол кезде Серік бізге тегін бермейтінін түсіндік. Бізде ақша болмады. Сосын бізге Серік қалай жұмыс жасау керектігін түсіндірді. Сол кезде біз саудаға тартылдық. Біз дүкенмен емес, Серікпен жұмыс жасадық. Ол бізге тауар беріп, біз оны тарататынбыз. Біздің жасөспірім кезімізде бұл үлкен ақша еді. Басында біз Серікке жұмыс жасадық. Ол бізге тауар беріп, біз оны сатып, пайыз алатынбыз. В дальнейшем все равно стало известно о двурушничестве, что Серик начинает привлекать посторонних людей без согласования, без прохождения формальных учетов, которые требует наркомагазин. И в конце концов он попал в поле зрения правоохранительных органов. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию с поличными. Напротив, Дамир начал выходить на наркомагазин. Біз жылдам дүкен таптық. Олар біз туралы ақпарат жіберуді сұрады. Біз бұны қауіпті деп ойламадық. Олар біз туралы бәрін білді, біз олар туралы ештеңе білмедік. Предоставляет он наркомагазину полностью свои анкетные данные, данные документов, биометрические данные, собирает информацию о своих близких, родных, о месте проживания и
следует четким инструкциям, которые предоставляет им наркомагазин с целью сбыта наркотиков через те или иные каналы. Біз курьер болдық, закладка қалдырдық. Кейде қолдан қолға саттық. Әрине бұл тыйым салынғаны. Мына қылмыскерлер жастардың осал екенін, әлі көп нәрсені түсінбейтінін, салдарын білмейтінін өте жақсы біледі. Тіпті оларды қылмыскерлер алдап, қорқытып, шантаж жасауы мүмкін. Дегенмен шешім жоқ деп ойламау керек. Шешім әрқашанда бар. Наркомагазин поддерживает вообще очень строгие такие правила по работе, соблюдает инструкцию и может выписать даже устное предупреждение. В противном случае, вот как в нашей истории, к ребятам Чингизу и Дамиру были направлены силовики, которые занимаются устрашением, выбиванием долгов и запугиванием. Ескерту үшін олар адамдар жіберді. Олар менің қайда, кіммен өмір сүретінімді бәрін біліп алды. Бірақ артқа қайтар жол жоқ. Продавать, как мы тебе скажем, понял? Чина молодец, оған келгенде ол бәрін мойындады. Егер адам өзі келіп, мойындап, ашық айтып, оны қылмысқа қалай тартқанын түсіндіріп айтып беретін болса, заң бойынша көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Дамир не осознал всей сложности своей ситуации. В отличие от Чингиза, который понял, что наркомагазин просто так не отпустит, будет заставлять продолжать его заниматься преступной деятельностью, и обратился вовремя в правоохранительные органы, так как диспозиция статьи 296 четко прописано, что добровольный отказ освобождает от уголовной ответственности. Сондықтан бұл бағытта айтарым, полиция жау емес, керісінше полицияға барып көмек сұрау дұрыс. Көмек сұраудан қорықпау керек. Бүгін мен үшін маңызды күн. Бүгін мен бір күнге босап шығам. Өмірімдегі кейбір оқиғаларды еске түсіреміз. Сосын мен әкеммен кездесем. Әрине өкініш бар. Келесі жылы мені жалпы режимдегі колонияға ауыстырады. Никому такого не пожелаю. Простите, пожалуйста, моего сына и меня. Закон суров, но он настоящий и един для всех. Бәрін өзгерте алсам, мен бәрін өзгертетін едім. Это не просто уголовные дела, это сломанные судьбы человека, который сломал не только свою жизнь, а жизнь родных и близких. Матерей, отцов, которые возлагали на него все-таки надежды, что он будет продолжителем рода, будет прославлять фамилию. И по итогам молодой человек даже не закрывает те долги и те гельштаты, которые у него были. Он не живет красивой жизнью, он живет в страхе. Он не зарабатывает тех денег, на которые ему сетует наркомагазин, легкий заработок, красивую жизнь. Он ломает свою судьбу и судьбу родных и близких. Стоят ли те деньги, которые он будет зарабатывать в течение 2 месяцев, погубленной жизни не только себя, но и своих родных и близких?
бір нәрсені түйіндей келе жастарға айтарым. Бір шындықты анық түсіну керек. Есірткімен айналысатындар сендерді бір үйдің жалғыз баласы, ағасы, қарындасы, інісі деп қарамайды. Олар үшін сендер жай ғана тез алмастыра салатын ресурссыңдар. Өйткені олардың басты мақсаты қалай болса да жеңіл пайда табу. Олар сендерді әдейі таңдайды. Себебі сендерді қорқыту, сендерге қысым жасау, алдау оңай. Сендердің сенгіш екендеріңді олар жақсы біледі. Бәрі бір реттен басталады. Бір ғана доза. Олар оны тікелей ұсынбайды. Достарың, құрбыларың арқылы береді. Сосын бұл тұзақ сияқты. Өрмекшінің торына түскенде шығу өте қиын. Содан кейін келесі дозаны алу үшін таратуға мәжбүрлейді. Ақша ұсынып алдайды. Дәл осы сәттен бастап сен олардың қолындасың. Шыққың келсе, қорқытады, ұрады, соғады. Нәтижесінде бұл жолдың түбі бір. Сот, түрме, қорлық. Түрмеден шыққанның өзінде де сотталған деген таңба қалады. Ал бұл таңба болашақта көптеген мүмкіндіктердің есігін жабады. Жақсы оқу орнына түсуге, жақсы жұмысқа тұруға, мемлекеттік қызметке кіруге барлығына кедергі болады. Сондықтан иллюзияға сенбеңдер. Бұл ойын емес. Бұл болашағыңа балта шабу.